адамның әдемі болу үшін оған бар болғаны 2-ақ минут керек таңертең кешке. Яғни таңертең тұрдыңыздар, сіздер бетіңізді тазарттыңыздар, оған бар болғаны 1 секунд, 2 секунд қана уақыт керек. Одан кейін көздің айналасына крем жақтыңыздар. Сыворотка бұл әрине основной негізгі уход болып табылады, өйткені ол сіздің проблемаңызбен күреседі. Одан кейін сізде күндізгі крем, күндізгі крем ол әжімдермен немесе басқа проблемамен күресіп қана қоймайды, сонымен бірге SPF қорғанышы бар, яғни күннен қорғайды. Ал кешке таман үйге келген кезде сіздер бетіңіздегі ластықты бірге алып келмейсіздер, негативті бірге алып келесіздер, сондықтан бетті тазалайсыздар. Одан кейін көздің айналасына крем, өйткені сіз күнге қарадыңыздар, может қуандыңыздар, может ренжідіңіздер, яғни көздің айналасында тағы бір ұсақ әжімдер пайда болды. Оны алдын алу үшін осы кремді жағасыздар. Сыворотка өте жұқа жағу керек, және түнде сіздер ұйықтап жатқанда сіздер күресетін бүкіл проблемамен бұл түнгі крем. Бұл 5 этапты негізгі шведтік өнімді сіздер өзіңіздің проблемаңызға сәйкес ала аласыздар. Толығырақ мен сіздерге жеке шықсаңыздар айтып түсіндіремін.